Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы күндері әлеуметтік желіде Тоқаевтың сұхбаты кеңінен таралып, оған қатысты қызу талқылаулар жүріп жатыр екен. Ресми сұхбаттың нұсқасы бірнеше танымал пабликтерде жарық көрді. Ел президенті бір сөзінде өткен жылдың соңында қалың қазақтың қабырғасын қайыстырған талғар ісіне қатысты, оның ішінде қандас туралы айтқаны бар екен. Сонымен белгілі журналист Дина Елгезек ханым әлеуметтік желідегі парақшасында былай дейді: қазақ халқы шетелден келген отандастарын қандасым деп құшақ жая қарсы алды. Тарихи отанына оралғандар Қазақстанның заңдарына қатаң бағынып, қоғамдық тәртіпті сақтап, заңсыз әрекеттерден аулақ болуы керек. Олар бұрын өздері тұрған елде биліктің талабын сақтап, ондай әрекет жасаған жоқ қой, дейді мемлекет басшысы. Мемлекет басшысы айтатын сөз бе бұл? Ұят. Қазақты біріктірудің орнына қатты ұялдым, депті Дина Елгезек ханым. Ал Шалқар Нұрсейіт өз жазбасында: студенттік шақтан жақын достарымның бірі қандас, жатақханада екі қандас бауырымызбен бөлмелес болдым. Түрлі жобаларда қандас бауырларымызбен бірге жұмыс істедім. Қазір араласатын, сырттай сыйлап жүретін кісілердің ішінде бірнеше қандасымыз бар. Өз басым ешқайсысының заңды бұзғанын көрмедім де, естімедім де. Сондай-ақ оралман немесе қандас сөздерін ұнатпаймын. Өйткені бұл сөздер онсыз да жік-жікке бөлінген қоғамды тағы бір топқа бөлетін шаблонның қызметін атқарады. Тіпті 2011 жылы саяси режим көзімізді бақырайтып қойып, Жаңаөзен қырғынына оралмандар кінәлі деп дәлелдеуге тырысқан. Тоқаевтың сұхбатындағы Талғардағы трагедия жайлы жауабына келсек, адамның аргументіне немесе позициясына емес, өзіне шабуыл жасауды пропагандада ad hominem атак дейді. Қайғыдан қан жұтып, мемлекеттік органдардан үміт үзіп, шарасыз күйге түскен Қаржаубай Нұрымов пен туыстарының Талғардағы көшені жауып, мәселеге көпшіліктің назарын аудартқаны рас. Ондай әрекетке басқамалы қалмаған, әділет іздеген, ар-ожданын таптатқысы келмейтін әрбір Қазақстан азаматы барар еді. Оған кезінде Қаржаубай Нұрымовтың қандас статусы болғанын қатыстырудың еш қисыны жоқ. Айтпақшы, Тоқаевтың Қазақстан Республикасы Конституциясы деп аталатын қойын дәптерінің 14-ші бабында былай деп жазылған: тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дініне, көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды. Заң мен тәртіпке сүйенетін мемлекет құрғысы келетін президент жұртқа өмір сүруді үйретпес бұрын өз конституциясын оқудан бастау керек сияқты, дейді Шалқар Нұрсейіт. Тағы бір бұқаралық ақпарат құралының өкілі Белла Қасымқызы Тоқаевтың сұхбатында Талғардағы жағдайға қатысты пікір айтыпты. Оның жауабына біреулер оралмандарға қатысты артыңды қыс деген мағынаны көрген екен. Сұхбатты оқымағандар болса, мына контекстке қатысты: осы оқиғаға қатысты бар азаматтар бойынша мына мәселені еске салғым келеді. Қазақ халқы шетелден келген отандастарын қандасым деп құшақ жая қарсы алды. Тарихи отанына оралғандар Қазақстанның заңдарына қатаң бағынып, қоғамдық тәртіпті сақтап, заңсыз әрекеттерден аулақ болу керек. Олар бұрын өздері тұрған елде биліктің талабын сақтап, ондай әрекет жасаған жоқ қой. Айтайын дегенім, бұл оралмандарға қатысты емес, бәрімізге қатысты. Әділет жіктелмейді. Оралмандарға, талғарлықтарға, әйел, еркек, бай, кедейге дегендей, бәріне бірдей жағдай. Өмір сүру, әділет сияқты базалық қажеттіліктерге қатысты адам құқықтарының сақталуы үшін азаматтықтың қажеті жоқ. Өмірге адам болып келуің жеткілікті. Екіншіден, Шерзат Болаттың отбасы ондай әрекет жасаған жоқ. Баласын өлтіріп, үйін өртеп жіберген. Бауырының бақилық болуына ықпал етсе не істеу керек? Қандай әрекет жасау керек? Ал осы оқиғаға қатысты мына сөйлемдерде әділетті талап еткен әр адамды жау көреді. Бұл оқиғаға орай құзырлы органдар қабылдаған барлық шара заң талаптарына толық сай келеді, ал басқаның бәрі құр дақпырт пен теріс пиғылды кейбір топтардың осы жағдайға саяси сипат беруге деген ұмтылысы ғана. Бұған жол беруге болмайды.
Вот осы жерде сұхбат берушінің айтуынша бәріміз артымызды қысқанымыз жөн деген екен пікір білдіруші Белла Қасымқызы. Сұхбатты енді ғана оқып шықтым деген Қасым Аманжол ағамыз да былай депті. Әзірге сипаты туралы аз сөз, әлбетте, бұл журналистика стандартына сай шынайы нағыз сұхбат емес. Конституциялық құқығы тең екі саналы азаматтың өзара пікірлескен емен жарқын әңгімесі емес. Бұл советтік һәм Назарбаевтық кезеңнен қалған журналистиканы жағымпаз қолбала шауыпкел құрал деңгейіне түсірген шенеуніктік штамповка. Бәленбе адам түзеп күзеген, ананы да мынаны да қамтуға тырысқан. Аяғында шаны жоқ мәтіндер жиынтығы туған. Тоқаев айналасындағыларға осыншалық жасанды кейіппен халық алдында көрінуім ұят болады. Қойыңдар айналайындар. Қателессем де өз болмысыммен шығам деуге түсінігі жетпегені өкінішті. Былтыр егеменде сұхбаттасқан Диқан Қамзабек те, биыл ана тілінде әңгімелескен Ерлан Жүніс те, кешіріңіздер, ешқандай да интервьюер емес. Біреуі терең ғалым, екіншісі тамаша ақын, бірақ өмірінде бірде-бір рет журналистика деген күрделі мамандықта, сұхбат деген тірі жанрда оза шауып көріне алмаған жандар. Бұлардың осалдығы осы рөлге таңдалған сәтте: тоқтаңдар, мен бұған лайық келмеймін, басқаға қолқа салыңдар, шын өміріммен, ақындығыммен, ғалымдығыммен қалайыншы деп табандап тұра алмауында. Президент сөз соңында сұхбат үшін баспасөзді таңдауын түсіндіруге тырысыпты, бірақ онысы да ақталу екені байқалып қалған. Себебі әлемде бірде-бір мемлекет басшысы ана тілінде, мемлекеттік тілінде халқымен бейнесін ашып көздесіп, видеокоммуникация жасаудан осыншалықты қорықпайды. Елдің шын лидері көпшілік алдына бұқпантайламай, әр сұраққа тиянақты жауаппен, табиғат берген қарым-қабілет бет бейнесімен шығады. Сөйтіп сенім үшін күреседі. Жұртты ертуге қақысы барын дәлелдейді. Енді не істемек керек? Алдымен мұндай жасанды ойынды тоқтату керек. Өзі де, айналасы да. Тоқаевтың қазақ тілін емін-еркін білмейтінін, кейбір сөз қолданысымен жұрнақ жалғауда қателесуі мүмкін екенін мойындаған жөн, және сол қалпында ана тілін өте қарапайым қолданыспен сөйлей алатын қалпында ел алдына бейне сұхбатқа, суфлерсіз пресс-конференцияға шыққаны дұрыс. Әлі де кеш емес. Оның қазақша көзілтіп, еркін сөйлей алмайтынын көпшілік жақсы білет, кешіруі де мүмкін. Ал жасандылықты құрастырылған, кейіннен кіріктірілген спайчрайтерлерді сұр редакцияланған мәтінін сұхбат деп ұсыну халықты адастыру ғана, дейді Қасым Аманжол мырза. Жыл басында жазылған дәл осы сұхбат әлі біразға дейін талқылануы тиіс, және бұл заңды құбылыс деп бағалаймыз. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері өздерінің сыни пікірлерін әлеуметтік желіге осылай деп қалдырып жатыр.